Ата-анаңды құрметте. Бірде Мұса пайғамбар Тәңірі тағалаға: «Уа жасағаным, маған жұмақта көрші болатын кісіні көрсетші» деп өтінеді. Сонда Тәңірісі: «Базарға барып, ет сататын қасапшыны іздеп тауып ал. Сенің жұмақтағы көршің сол болады» дейді. Мұса дереу базарға барып, қасапшыны тауып алады. Ол ынта-шынтасымен еңбек етіп, ет сатып тұр екен. Кешке қасапшы үйіне қайтады. Жол бойында Мұса оны қуып жетіп: «Саған Алланың сәлемі болсын, бауырым. Жүзің жылы, қайырымды жан екенсің. Кімсің? Қайда асығып барасың?» деп сұрайды. Сонда жігіт: «Менің кәрі сырқат шешем бар. Оны бағып қағу менің мойнымда. Күнде үйге қайтарда малдың жылы жұмсағын, өкпе бауырын алып барып, оған ас әзірлеймін. Шешем ауқаттан кейін күніге маған: «Балам, сені Тәңірі жарылғасын. Маған қылған қызметің Құдайдан қайтсын. Ертең жұмақта Мұса пайғамбардың көршісі бол» деп үнемі дұға қылатын дейді. Мұса жігітке риза болып: «Уа жаратқан, ата-анасын сыйлаған адамның бәрі менің көршімнен қыл» деп дұға етеді. Бұл туралы Миғраж сапарда да айтылады. Мұхаммед пайғамбар Миғражда бір топ адамдарды көреді. Олардың түрлері сондай ұсқынсыз. Ауыздарында бірде-бір тісі жоқ, құлақтары жырық, мұрындары пұшық, көздері қысық, қол-аяғы шидей жіңішке, бірақ қарындары қампиып кеткен. Өз бетінше жүре алмайды. Тырнақтары сояудай, жез тырнақтың кейпіне енген. Шаштары алба-жұлба. Пайғамбар олардың түрін көріп шошып кетеді. «Бұлар кімдер?» дейді Алланың елшісі. Сонда Жебірейіл: «Бұлар өмірде ата-анасын ренжітіп, Құдайдың рахымынан құр қалғандар. Кім ата-анасын сыйламай, олардың көңіліне қаяу салса, сол адамның Құдай алдында сүйкімі болмайды. Қияметте түрлері осы қалпында тіріледі» дейді пайғамбар. Ата-анасын ренжіткен мұндай сұрықсыз адам менің үмбетімнен болмасын деп дұға қылған екен. Осы сапарында пайғамбар бір топ періштенің пырағаттарды жетектеп, қолдарына тон жамылғы алып, бір жаққа кетіп бара жатқанын көреді. Ол: «Бұлар қайда бара жатыр?» деп сұрайды. Сонда Жебірейіл: «Тәңірдің сүйікті достары келе жатыр екен. Соларды қарсы алуға бара жатыр» дейді. Пайғамбар қызығып, оларға ілесіп барады. Періштелер бір топ адамды күтіп алып, оларға оқалы тон кигізіп, астарына пырағат мінгізеді. Сонда пайғамбар Жебірейілден: «Бұлар кімдер?» деп сұрайды. Дүниеде ата-анасын сыйлаған адам Тәңірдің сүйікті құлы. Кім ата-анасын құрмет көрсетсе, Құдай оларға да осылай құрмет көрсетеді дейді. Сонда пайғамбар: «Ата-анасына құрмет көрсеткен адамға мен де ізет көрсетемін» деп олармен сәлемдеседі. Олар да пайғамбармен құшақтасып қауышқан екен деседі. Сондай-ақ бәрімізді ата-анасын құрметтейтін ұрпақтан болуымызды нәсіп етсін. Сондай-ақ бәрімізге ата-анасын құрметтейтін ұрпақтарды нәсіп етсін. Ел аузында ата-анаңа үпілеме деген қасиетті сөз бар. Сол тұрғысында айтатын болсақ, ертеде бір жігіттің қарт шешесі болыпты. Шешесі ауырып төсек тартып жатып қалады. Жігіт отын жауып, оны қалаға сатады екен. Шешесі күнде баласының қамын ойлап төсекте отырады. Баласы кешке үйге келгенде: «Балам, шаршадың ба?» деп сұрайды екен. Баласы шаршаса да оны білдірмей: «Шаршағаным жоқ, апа» деп жауап береді. Бұл сөз ауру шешесіне кішкене болса да қуат береді екен. Бір күні баласы жұмыстан шаршап келеді. Жанына батқан ауырлығы шаршатты ма, баласы ошақтың жанында жылынып отырып, ахлап үклейді. Шешесі ұлының қатты қажығанын сезеді.
Баласының жағдайы жанына батқан шешесі ұлын түнімен уайымдап, жүрегі қысыла бастайды. Баласы еш шара жасай алмай отырып қалады. Таң ата шешесі сары уайымнан жан тәсілім болады. Баласы анасының жүрегіне қайғының дертін салғанына өкініп, өкіріп жылайды. Содан бері ата-анаңның жанында отырғанда ақылап үкілуге болмайды, олардың жанына батады деген тыйым пайда болыпты. Мен мына бір әңгімені оқып отырып, бір ерекше бір күйге бөлендім. Әке-шешесінің қасында ақылап үкілемек түгілі барып проблемаларын айтатындарды көріп жүрміз. Анамызға айтсақ, ішіміз бір босап қалатындай күй кешеміз деуші еді. Сөйтсем, сол бір өздеріне жеңіл болған алдамшы сезімнің ана жүрегіне соншалықты ауыр қаяу саларын кім білсін. Менің марқұм анам да, «Ей жасаған, бүгін көзілмедім. Бір қара мысық ойыма кіріп кетіп шықпай қойды» деуші еді. Сөйтсем, сол қара мысығы күнделікті болып жатқан өмірінің ой тізбегіма деймін. Қас-қабағымызға қарап, «Жарығым, не болды? Мен анамын, бәрін сезем. Тіпті болмаса, «Ей, бүгін бір жайсыз түс көрдім. Сенде бәрі жақсы ма?» деуші еді. Ананың дархан көңілі балада, баланың көңілі далада дегенде тегін айтылмаса керек. Иә, менде ана жоқ. Бірақ анаға деген сағыныш менде күн сайын артып келеді. Менің анам қатты ауырып жатса да, жанына батқан ауруын жанында отқан баласына сездірмеді. Қасында отырғанымда, «Мынау медбике қашан кеп укол салады?» деп айтушы. Сонда анашым, «Не болды, қатты ауырып жатыр ма? Шақырайын ба? Әкеп салсын ба уколды?» дегенде, «Жоқ, ауырып атқан жоқ. Жай әшейін, осындай кезде бір укол салатын еді ғой. Қазір ұйықтап кетсем, укол саламыз деп оятып жібереді» деуші еді. Сөйтсем, жаныңа батқан жараның өзіңнен шыққан балаңа сездіртпегенің екен ғой. Әлсіз тұсыңды көрсетпегенің екен ғой, анашым. Иә, менің анамның бейнесі, әрбір айтқан сөзі бойыма күш болатын даналық сөз болып қалады. Анашым, арғымағым, менің қасиетті әруағым. Сіз біздің мәңгілікке жүрегіміздесің.